Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 77-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Табиғатты қорғаймын, шығыс септік, сөйлемнен шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөздерді таба аламын. Шығыс септік жалғауларын білемін. 62-ші жаттығу. Ертегіні тыңда. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сүр көжек, маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп ұртын-бұрт етті. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігінде 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бір-ақ асады. Сүр көжек аш қалды. Атасы оған: "Солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады" деді. Ертегідегі нақыл сөзді тауып, мағынасын талқылаңдар. Көжектердің қуанғанын, ренжігенін ым-ишара арқылы көрсетіңдер. Көжек сәбізіндегі бұршақтай ғана қотырына бола, көлем үлкен сәбізінен менсінбеушілігінің кесірінен айырылып қалды. Ертегідегі нақыл сөз өкпелеген үлесінен құр қалады. Мағынасы: егерде саған берген сыйға риза болмасаң, оны қуана қабылдай алатын адамның еншісінде кетеді деген сөз. Сондықтан әр нәрсеге сабырмен қарап үйрену керек. 63-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аттан биік, қойдан аласа. Бұл жұмбақтың жауабы әрине ер-тоқым. Ол аттың үстінде тұрса, ол аттан биік болып тұрады, ал жерге тастаса, қойдан да аласа болып қалады. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Олардың қай септікте тұрғанын айт. Қарамен жазылған сөздер аттан, қойдан сөздері. Неден деген сұраққа жауап беріп, шығыс септігінде тұр. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөздерге нан-нен, дан-ден, тан-тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. 64-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Мәтіннен шығыс септігіндегі сөздерді тауып, астын сыз. Мәтіндегі шығыс септігіндегі сөздер қақтан, суаттан, көзден сөздері. Неден деген сұраққа жауап береді. 65-ші жаттығу. Сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Орман, орманнан, киім, киімнен, ағаш, ағаштан, есік, есіктен, сұлу, сұлудан, дәптер, дәптерден. 66-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды қойып, мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. Бір-біріңе түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдандар. Шығыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Мақал-мәтелді мағынасын топта талқылаңдар. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Отан оттан да ыстық. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Бірінші, екінші, төртінші сөйлемде шығыс септігіндегі сөз тоқтауыш қызметін атқарып тұр. Үшінші сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарып тұр. 67-ші жаттығу. Берілген сөздердің шығыс септігінде тұрғанын дәлелде. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан сөздер берілген. Ол үшін алдымен осы сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құра. Содан соң сызбаны пайдаланып пікірінді дәлелде. Бұл шығыс септігіндегі сөздер. Өйткені кімнен, неден деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Олай болса, сөйлем құрастырайық. Арайлымнан мұғалім сабақ сұрады. Балалар мал өрістен келгенше доп ойнады. Теңізден алып кемелерді көруге болады. Кітаптан барлық қажетті мәліметтерді табуға болады. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан сөздері кімнен, неден деген сұраққа жауап беріп, шығыс септігінде тұрғанын дәлелдеп көрсеттік. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.